осы Түркістан облысындағы ескек есу арнасында аянбай еңбек етіп, осы армандарымызды орындаймыз. Этот канал в Туркестане построили по олимпийским стандартам. Он очень удобный для тренировок. Тут есть все. Алдағы мақсатымыз енді осы жерде дайындалып, бірінші Азия чемпионы атану. Өңірімізде бірнеше спорт нысандары бой көтеріп, атап айтар болсақ, ескек есу арнасында көп функционалды атшабар аумағында, бекзат саттар қант кешенінде, олимпик центрде, біраз жерлерде біздің спорттық үйірмелеріміз жүріп жатыр. Біздің өңірдің, біздің қаламыздың спортшыларының барлығында осы спорт түрлеріне, жастарды спортпен айналысуға, біздің елдің туын көкке көтеруге, біздің әнұранымызды өзге елдерде шырқатуға, соған атсалысуға спортшы ретінде өздеріңіздің барлығыңызды шақырамыз. Бұл аталған ескек есу каналы 2025 жылдың қыркүйек айында пайдалануға берілді. Түркістанда Орта Азияда теңдесі жоқ ескек есу арнасы ашылды. В Туркестане построили грибной канал, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Енді Қазақстанда халықаралық каноэ және академиялық есу федерациясының стандарттарына сәйкес келетін есу арнасы бар. Түркістанда халықаралық талаптарға сай салынған бірегей спорт кешені ескек есу арнасы ашылды. Осы каноэ спортымен айналысып жүргеніме 6 жылдан астам уақыт болды. Осы 6 жылдың ішінде Түркістан қаласында бір 4-5 рет болдық. Әр келген сайын таң қаламыз. Зәулім ғимараттар, неше түрлі спорт комплекстер. Соның бірі осы қыркүйек айында ашылған Түркістан есу арнасы. Ашылу салтанатында болды, қатыстық, бәрі керемет, өте үлкен ашылу салтанаты болды. Азанғы 9-дан кешкі 6-ға дейін 2 мезгіл, күндегі тренировка аптасына 6 рет. Бұл спорт комплекс жайлы айта кететін болсақ, каноэ, байдарка, академия, және де триатлон, плавание деген спорттарға жақсы жағдай жасалған, эйлингтар, қайықтарға арналған тренажерный зал, бәрі бар. 5 лет строили грибной канал. Задача очень сложная, сам канал он очень уникальный, а мы реализовали этот проект буквально в прямом смысле в степи, его вырыли этот грибной канал путем подводных каналов, подвели, 30 километров вода поступает, то есть в этом уникальность этого спортивного объекта. Для этого мы привлекали специалистов с Международной федерацией гребли на байдарках каноэ ICF, с Международной федерацией академической гребли FISA, которые, конечно же, нам помогали, консультировали нас, и, соответственно, мы при строительстве учитывали их мнение, и все стандарты, которые, были сертифицированы международными федерациями, они были полностью учтены. Поэтому Олимпийский грибной канал соответствует всем стандартам, и большое спасибо представителям международных федераций, которые консультировали и помогали при реализации этого объекта.
қазақстанда 300-ге жуық спортшы тұрақты түрде шұғылданады. 29 жаттықтырушы, оқытушы дәріс береді. Мен бұл спортты таңдаған себебім, бұл спорт өзге спорттардан өте өзгеше және қиын. Мен бұл спорттан айналысып келе жатқаныма 5 жылдан бері асы. Осы 5 жылдан бері мені жаттықтырып, жарыстарға дайындап жүрген Аширов Сержан, Кеңесов Еркебұлан, Алиханов Тимур ағайларым. Біз бұл ағайларымызбен армандарымыз әлем чемпионаттарында өнер көрсетіп, медаль алып, осы спортты әлемге таныту. Түркістан облысының су спорт түрлері енді мен өздеріңіз көріп отырсыздар, Орта Азияда теңдесі жоқ үлкен осындай есу арнасын салып берді биыл. Мына биыл 11 жарыс, оның ішінде жастар бар, жасөспірімдер бар, ересегі бар. 11 Қазақстанның чемпионаты, маусым айында Азия чемпионаты, парамен Азия чемпионаты болады, кубок Азия болайын деп тұр. Ал алдында айтып кеткендей, алдымызда үлкен Азия ойындары, үлкен дода келе жатыр. Соған ынта спортшыларымыз барлық ынта жігерлерін салуда. Біз де өз тарапымыздан жаңағыдай тиімді, жүйелі жұмыс жасаймыз деп уәде береміз. Конечно, есть. Самое трудное, это, наверное, терпеть. Самое сложное терпеть, конечно, держать дисциплину, работать, выкладываться полностью каждый день, но без этого не будет результата. Я очень мечтаю выступать на высшем уровне, на мировых соревнованиях, на Олимпийских играх. И буду работать, чтобы эта мечта сбылась. Тут есть все для гребли на байдарках каноэ, для академической гребли. Есть полностью оборудованное снаряжение, полные эллинги, тренажерные залы, также буфеты. Здесь присутствует все для проведения отличных тренировок на уровне олимпийских стандартов. Азия чемпионатына дайындалып жатырмыз. Бүгін ғана осы жарыс бізде үлкендердің арасында жарыс аяқталды. Ол жарысқа да қатысып, үлкен орындар алдық. Жақсы дәрежеде, жоғары дәрежеде өтті. Барлық олимпийский стандарттарға сай. Не керек? Бәрі бар бұл жерде. Буфет десең, буфет бар. Барлық жағдай қарастырылған. Біз бұған дейін де ел чемпионаттарында бірнеше медальді қанжығамызға байлап, алда Түркістан қаласында осы ескек есу арнасында 3 Азия чемпионатын өткізу жоспарлап отырмыз. Ол алдыңғы осы маусым айларында өздеріңіз куә болатын боласыздар. Жетістік береді деген ниетіміз бар. Өз нәтижесін беріп, алда су спортының тағы да бір тарихи сәттеріне куә болатын боламыз. Осы ескек есу арнасына бастама көтеріп, біздің мемлекет басшысына рахметімізді айтамыз. Мынау енді оған қолдау білдірген облыс әкімі Нұралхан Оралбайұлына біздің спортымызды, спорттық нысандарды, спортшыларымызды үнемі қолдап, назардан тыс қалдырмай отырған облыс әкіміне алғыс білдіреміз. Алдағы мақсатымыз енді осы жерде дайындалып, бірінші Азия чемпионы атану, одан кейін мейір, Құдай қаласа Олимпиадаға дейін баратын мақсаттарымыз бар. Осы жолда жақсылап жұмыс істеп, бар күшімізді салып, Қазақстан Республикасын үлкен-үлкен жерлерде байрағын желбіретуге үміттіміз. Сол мақсатта мұны осы жерде күніге тренировка жасап, жаттығу жасап, өзімізді шынықтап, күннен күнге өзімізді шынықтырып дайындалып жатырмыз.